қайда, жем қайда деп талай жылдан бері іздеп келушек, бірақ алып айдын Каспий көзден бұлбұл ұшып, қайранда осындай табандап тұрамыз деп кім ойлаған? Каспийдің бүгінгі күйі 13 желтоқсан 2022 жыл. Қазірдің өзінде теңізден жел соғып тұрса да, қара жер мен Каспий бөлек жатыр. Жайықты жағалай өтіп, теңіздің жағасын шаңдатып жүрдік. Өзіміздің куә болғанымыздай 8 өзек, оң жақтан 8 өзек, сол жақтан бәрі жайықтан, теңізден ажырап қалған. Теңіз бізді тастап қашып барады. Бұрынғы қарттардың айтуы бойынша бұндай құбылыс бұрын сонда болмаған. Теңіздің түбімен тапап келе жатырмыз. Алдымызда қара жер, будақтаған алашаң. Осы шаңның барлығы жел соқса, көкке көтеріліп, бүкіл қаланы, елді мекендерді жабады. Ай, осы аралдың тағдыры бізден алыс емес ау деймін. Дәл Аслан екеуміз отырған жер бұрын көк дария теңіз болатын. Ал қазір бұл жер құм шағылдың теңізіне айналып отыр. 80-90-дағы қарттан сұрасаң, жайық болғалы, Каспий болғалы, мұнандай жағдайға душар болмаған еді. Дабыл қағатын жағдай бұл. Екінші арал болмасын десек, қазірден бастап осы жағдайды ойлануымыз керек. Дабыл.